Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз зерттеу алаңында судың сапасын жақсарту жолдарын тәжірибе арқылы көрсетеміз. Балалармен бірге суды тазарту тәсілдерін қарастырып, оның маңыздылығын түсіндіреміз. Сонымен қатар, судың күші мен қарапайым құрылғына қозғалтуды зерттейміз. Разия, қарашы, мен суы ластылып кетті. Бірге таза сертерек қой. Жақсы, суды тазартамыз. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Разия. Қазір біз суды тазартамыз. Ол үшін бізге мақта, тас, көмір, құм қажет болады. Келесі құм саламыз. Енді біз тас саламыз. Енді ішін лас суын қой, енді таза су шығады. Рахмет, Разия. Енді достарымызға біліп жүретін болдық. Енді гөрге таза су қоямыз. Суды сөкізі. Бүгін біз судың да сапасын тазарттық. Суды да жақсы көреміз, табиғат сүйеміз. Тазастып әрқашан бала сияқты ойлаймыз. Суды біз қорғаймыз, ластамай сақтаймыз. Босқа ағызып қоймай, үнеміне ойлаймыз. Су тісік нәрі ғой, өтір таса әрі ғой. Ішек сүлді қандырып, би қатын тамаша. Көлді сулай таза ол, табиғатты қорғай біл. Әм-тәмсіні бағалайық, суды үнемдейік біз. Мен доктор Қанбек Нұрмын. Бұл кран шөлмек көмегімен қозғалады. Құрылғыға спрей жеміске төкпешегі қажет. Суды тергенде кран жолға көтереді. Артқа тартқанда кран төмен түседі. Балалар, бүгін біз не істедік? Суды тазарттық. Дұрыс айтасың, суды тазарттық. Суды не үшін тазарту керек? Су таза болса, тем сау болады. Балалар, суды үнемдеу керек пе? Я! Суды босқа ағыспаймыз. Дұрыс айтасың. Су арқылы не жасадық? Құрылымды қозғалттық. Дұрыс. Мінекей балалар, яғни біз судың маңыздылығын және оны қалай құрылғыны қозғалту керектігін түсіндіріп көрсеттік, зерттедік, е? Балалар, бүгінгі зерттеуіміз ұнады ма сендерге? Рахмет. Рахмет сендерге. Сау болыңыздар.